Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы жеміс-жидек салатын жасайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық жеміс-жидектерімізді жуып, тазалап, сыртын ашып тазалап аламыз. Бұл салатты кез келген үйде бар жеміс-жидектерден жасауға болады. Қыс күнінде әсіресе өте пайдалы, балаларға өте қатты ұнайды. Ең бірінші алманы жуып, сыртын тазалап, дәл видеодағыдай майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Алмұртты да сыртын тазалап, майдалап 4 бұрыш етіп турап аламыз. Апельсиннің да сыртын ашып тазалап тастаймыз, оны да майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Кивиді де сыртыны тазалап, оны да майда 4 бұрыш етіп тураймыз. Бананды тазалап, оны да дәл солай турап аламыз. Ананасты дәл видеодағыдай сыртыны барлығын тазалап алып тастаймыз. Ішінің де керексіз жерлерін алып тастап, оны да майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Салат тағыда өте пайдалы болу үшін грек жаңғағын қосамыз. Оны дәл осылай езіп, майдалап турап аламыз. Анарды тазалап, ішін ажыратып аламыз. Енді барлық турап алған заттарды үлкенде ыдысқа салып аламыз. Алма, алмұрт, киви, банан, апельсин, ананас, анарды саламыз, грек жаңғағын саламыз. Анар мен грек жаңғағынан аздап алып қаламыз. Енді үстіне қаймақ саламыз, 2-3 қасық, ол өз қалауларыңызша. Сосын қойылтырылған сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын. Ыдыстарға салып, бетіне анар мен грек жаңғағын сеуіп қоямыз. Өте дәмді, өте пайдалы салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.